Монтессори жүйесі бойынша топты бірнеше аймаққа бөлуге болады. Мысалы, шынайы өмір орталығы. Бұл жерде бала өзіне қызмет етуге үйренеді. Мысалы, арнайы рамкалар. Бұл рамкалар арқылы бала бауды, бантты байлауға, түймені ағытып салуға, түйреуішті қадауға үйренеді. Сонымен қатар, сұйық затты бір ыдыстан бір ыдысқа құюға, сұйық заттарды бір ыдыстан бір ыдысқа салуға, және өз-өзіне қызмет етуде бәтіңкесін щеткамен тазалау, ыдыс жууға, кір жууға үйренеді. Сенсорика аймағы. Бұл жерде бала қоршаған ортамен таныса отырып, заттарды салыстыра отырып, оның көлемін, өлшемін, ұзындығын, биіктігін, салмағын зерттейді. Мысалы, қызғылт мұнара материалы. Бұл үш өлшемдегі шамалардың айырмашылығын көрсетеді. Мысалы, үлкен, үлкенірек, өте үлкен. Кішкентай, кішірек, өте кіші. Математика аймағында балалар санауды, қосу, азайту, көбейту, бөлу амалдармен танысады. Сонымен қатар мағыналы сандармен жұмыс жасайды. Мысалы, ұршықтар материалы. Бұл материал арқылы балалар сан және оның құрамымен танысады. Сонымен қатар 0 санының мағынасымен танысады. Ұршықтарды барлық бөлімдерге санына сәйкес салғанда 0 санның бөлімі бос қалады. Кедір бұдыр сандар мен жұмыс жасағанда баланың жазу дағдылары қалыптасады. 1, 2, 3. Лақты байладым, ақайынға лақты байладым. Сүзбе лағым тоқта, тоқта қайын шайқайма. Тили-тили-бом, мысықтың үйі өртенді. Мысық шықты атып, көзін бақырайды. Тауық шерекпен жүгірді, мысықтың үйін сөндірді. Мына саусағым, орманға бардым, мына саусағым. Саңырауқұлақ терді, мына саусағым. Саңырауқұлақты жуды, мына саусағым саңырауқұлақты пісірді. Ал мынау саусақ саңырауқұлақты жеп қойды, сондықтан ол жұп-жуан. Сондықтан ол жұп-жуан.